Қанат Ислам бастаған, өзге спортшылар мен танымал тұлғалар қостаған топ Алматы көшелерімен кезектесіп жүгіріп өтті. Бұл таңертеңгілік жаттығу емес, универсиада алауының эстафетасы. Оңтүстік Астананың халқы қошеметпен қарсы алған спорттық шоу жайлы тілшіміз айтсын. Универсиада алауының алматылық кезеңі 2,5 шақырымға созылды. Факел ұстау мәртебесін иеленген 15 адам Абай көшесінің бойымен жүгіріп өтті. Олардың сапында елге белгілі спортшылар, халықаралық студенттер спорты федерациясы мен Ресейдің Красноярск қаласының ресми өкілдері бар. Мен 2008-де Олимпиада алауын алып жүрдік. Бұның мен жалпы екінші рет. Болашақта осыны көрген, осыған қатысқан студенттер, жастардың барлығы бір соларға үміт отын жағатын секілді. Қаншама үлкен спортқа қатысқан өзіміз секілді адамдарды көріп, солардан үлгі алады деп ойлаймын. 2019 жылы Красноярск қаласында өтетін универсиада ойындарының алауын қошеметпен қарсы алып, сәттілік тілеп шығарып салушылардың көпшілігі Алматы студенттері. Олар ешкім міндеттемей-ақ келіп, сабақпен осы тектес қоғамдық шараларға бірдей үлгеруге болатынын айтады. Алдын ала тапсырамыз, оқудың бәрін, немесе осы бір күнге сұранамызда келесі күні барып тапсырылмаған сабақтарымыз тапсырып кетеміз. Оған бізге әр кезде қолдау көрсетіп отырады. Басқа студенттерге қарап тұрсақ, барлығы үйде жатады, немесе сабағын оқиды, үйде жатады. Үлгермейміз деп ойлайды. На самом деле, негізінде бәріне үлгеруге болады. Кез келген нәрсеге өзінде жаңағы шабытын болып тұрса болды ғой. Былтыр оңтүстік Астанамызда өткен қысқы универсиада ойындары өз тарихындағы студент жастардың ең үздік спорттық ақ аламаны деп танылған екен. Енді бұл жауапты жүкті мойнына алған Красноярск қаласы Алматыны үлгі етіп, абыроймен атқаруға мүдделі. Поздравляю, Казахстан! Мен Қазақстанды, Алматыны, Красноярск қаласын құттықтаймын. Былтыр Алматыда универсиада ойындары дүркіреп өтті. Енді келер жылы Ресейдің Красноярск қаласында болады. Спорт мерекесі деген осы.